Армысыздар достар, сіздермен бірге шебер анасы құрылыс маусымының жақындап келе жатқанына байланысты сіздермен үйдің диагоналін шығару туралы видеомен бөлісуді шештім. Ол үшін мен ұзындығы 40 метр, ені 25 метр болатын ауланы алдым. Сол ауланың алдыңғы жағы мына жақ болсын. Алдынан артқа қарай 7 метр, жанынан 1 метр қашықтықта үйді орналастыратын болып шешейік. Миллиметрмен 1000 миллиметр. Артқа қарай 7000 миллиметр. Мынау осы тұрған нүкте біздің үйіміздің бір бұрышы болады. Сол жерге бірінші қазығымызды қағамыз. Қазықты әзірге қақпаймын, мен тек былай ғана белгілеп кете тұрамын. Енді осы нүктеден мен үйдің ұзындығы 12, ені 9 метр алып алдым. Ұзындығын алам 12 метр, 12000 миллиметр. Мынау тұрған екінші нүктесі болады үйдің. Енді үшінші, төртінші нүктелерін табу үшін бізге диагоналін дұрыс шығару керек. Диагоналін шығару үшін Пифагор теоремасын қолданамыз. Ұзындығы А, ені Б болса, диагоналін С деп белгілейміз. С квадрат тең болады А квадрат, қосылған Б квадрат. Мен 9 да 12 қылып алдым. Енді осы диагоналды табу үшін түбір астында 12-ні квадраттайсыз, қосасыз 9-ды квадраттайсыз. Сонда біздің диагоналіміз 15 болып шығады. Калькулятордан есептейсіз. Осы қағып қойған белгілеп қойған екі нүктеден жіп тартасыз былай қарай. Мына нүктеден 9 метр тартасыз. Мына нүктеден 15 метр тартасыз. Сосын осы екеуін қиылыстырасыз да, сол қиылысқан жерді үшінші нүкте болып белгілейсіз. Мен сізге қазір соны түсініктірек болу үшін екі шеңберді қиылысқан жерінен белгілеп көрсетемін. 9 метрлік сыздым. Екіншісі 15 метрлік шеңбер сыздым. Сізге бұлай шеңбер сызып жатудың қажеті жоқ, тек мына тартқан екі жіпті қиылыстырасыз. Қиылысқан жеріне әкелдім. Екінші жіпті қиылысқан жеріне әкелем. Міне, екені алып тастай салам. Осы біздің үшінші қазықтың орны болады. Ал енді төртінші қазық табу үшін дәл осылай диагональді мына жаққа тартып, сосын мына жақтан 9 метр тартып қиылысқан жерінен тартсаңыз болады. Болмаса, мына қазықтан 12 метр, мына жақтан 9 метр қиылысқан жерінен қазық қақсаңыз болады. Мен тек мына жақтан 12 метр тартып қазір. Мына жақтан 9 метр тартам. Осы төртінші қазықтың орны болады. Енді қазір осының диагоналін тексеріп көрсек. Он 15000 миллиметр. Миллиметр. Алдын ала мынадай қазықтар дайындап қойғам. Сол қазықтарды енді орнына жай қағып шығамыз.
Назарларыңызға рахмет. Видео ұнаған болса лайк басыңыздар, комментарий қалыңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарийде жазып кетіңіздер.